Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы, Зекет қоры, Астана қаласының өкілдігі ұсынады. Расында сахабилеріміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көзін көрді. Қалай жасалғандығын, дін істері қалай болатындығын, дүние істері қалай шешілу керек екендігін баршасын көзбен көрді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам олардың арасында жүрді. Құран түсіп жатқан уақытта қай мағынада түскендігі жайында. Мысалға дейік, Абдулла ибн Масғуд айтады, Құранда мен білмейтін нәрсе жоқ деп айтқан. Барлығын білем деп отыр. Демек, Құран түсіп жатқан уақыттағы өмір сүрген адамдар. Бұлар кейбір есептерін көрсеңіз, біздің есебімізден ерекше бұлардың есебі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам құрбан шалғаннан кейін үйіне келіп, әйелі Айша анамыздан сұрайды. Үйде не қалды еттен, құрбан еттен деген кезде, мынандай бір жапырақ етті көрсет. Міне, мынадан басқа еш нәрсе қалған жоқ деген кезде, осыдан басқасының бәрі бізге қалды деп айтты. Демек не екен? Бергенің сенікі дейді. Берген нәрсеңізді ар жаққа жиналып жатыр, сауап болды. Сол сенікі болып қалды дейді, жұмсаған нәрсеңіз. Түсініп қараңыз, ерекше біздікінен. Демек, сахабилеріміздің жасағанын көретін болсақ, ең дұрыс қоғамды орнату үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинада түрлі жағдайларды жасады. Ең бірінші көретін болсақ, айтқан сөзі не екен? Бұл Абдулла ибн Саламнан келетін риуаят. Ол яхудилердің ғалымы болған кісі еді бұл бұрын. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келгеннен кейін мұсылманшылық қабылдап, үлкен атақты сахабилерден болды. Бұл кісі айтады: Құба мешітіне пайғамбар келді деген естіп барсам, минбарға мінген, сол жерде айтып жатқан сөздерін естідім. Ең бірінші айтқаны афшус салам дейді, бір-бірлеріңе сәлемдесіңдер. Ва атаймут таам дейді, адамдар тамақтандырыңдар. Уассилул архам, ағайын туыспен жақсы қарым-қатынаста болыңдар. Уассаллу биллейли уаннасу ниям, адамдар ұйықтап жатқан уақытта тұрып намаз оқыңдар түнде. Тадхулул жанната бисалам дейді, есендікпен жаннатқа кіресіңдер деп айтады. Төрт нәрсе: сәлемдесу, бұл қоғамды түзейтін нәрсе. Ең бірінші, адамдардың бірін-біріне сәлемдеспеу деген бұл дұшпандық деген сөз. Сәлем берген адамнан ешқашан дұшпандық күтпеңіз. Демек не екен? Соның үшін амандасу бірінші шарт. Екіншісі, тамақтандыру әмір етілді. Сахабилеріміз осы нәрсеге талпынды үнемі. Айтпесе, қайсысы ол жерде соншалықты бай еді. Өздері бір қаланың тұрғыны еді, мұхажирлер көшіп келіп жатыр. Соларға барын салып, жаңағы екі елдің адамдарын бір елдің адамы қылып жіберулері. Сол араларын тату-тәттіліктің кіруі бірін-бірі тамақтандырумен болды. Одан кейінгісі, үшіншісі, ағайын туыспен жақсы қарым-қатынаста болу әмір етілді. Бізде көреміз, қолына дүние біткен адам ағайыннан безіп жатады. Бұл ешқандай дұрыс емес. Дініміз ағайын туыстық сақтап қалуға, сол жолға ақша жұмсау керек екендігін әмір еткен. Төртіншісі, елдің баршасы ұйықтап жатқан уақытта тұрып намаз оқу деді. Осы жерден көреміз, сахабилер осы істермен айналысты. Бір күні мынандай оқиға болады. Абдуррахман мен Саадты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дос қылады. Екеуі. Абдуррахман Меккеден көшіп келген мұхажир еді, ал Саад болса сол жердің тұрғыны, мадиналық ансарлардан еді. Сол досын айтады: ей досым дейді, мен осы Мадина қаласындағы дүние мүлкі бар деген қалталы азаматтардың біріммен дейді. Менің осындай бақшам бар дейді, соның жартысы сенікі болсын дейді. Екі үйім бар, екі үйімнің біреуін сен ал дейді. Екі әйелім бар, екі әйелімнің біреуін мен ажырасайын, оны сен ал деп айтады. Сол уақытта Абдуррахман айтады: Алла тағала сенің мал мүлкіңе де, әйел балашағыңа да берекесін берсін. Маған базардың жолын көрсет деген. Қайда деп. Мына жақта деп көрсетеді. Сол кезде яхудилердің Бану Қайнуқа деген тобы бар еді, солардың базары болады. Солардың базарына барып, сол жерде кез келген көрінген жұмысты жасап жүріп, ақша тауып, белгілі бір көлемде ақша тапқан екен, соған бір күні үйленеді ол кісі, өзі ақша тауып. Сонда көреміз, бұлар барын аямай атап беріп отырған болса да, ар жақта сахабилер сұрап, маған үнемі сенде бар ғой, берші демеген. Өздері күнін көруге талпынған адамдар еді. Демек не екен? Ол заманның адамдары хайырлы деп аталуының себебі де мына жақ беруден тартынбайды, ар жақ алудан тартынып отырған адамдар. Мінекей, осының арқасында хайырлы бір ұрпақ қалыптасқан еді. Осы жерде көреміз, сахабилердің жасаған істері. Өте қиыншылық заманы болған уақытында аштық заманы болады. Хазірет Омардың халифалық дәуірі, құрғақшылық болып кетеді. Сонда адамдар жеміс жидек шықпағандықтан, аштық деген кеңінен жайыла бастағаннан не істерін білмейді. Сонда Хазірет Османның 100 түйесі келеді. Сыртта жайылып жүрген, алып келеді. Сонда сатамыз деген кезде, жақсы болды, осыдан сатып аламыз дейді баршасы. Сонда қанша бересің? Бірге бір бер дейді жаңа.
бір түйенің ақшасын берейік, соған сат бізге осылай дейді. Сол кезде Осман айтады, жоқ дейді, мен бірге бір бермеймін дейді. Бірге 10 беретінге ғана беремін дейді. Сонда бұл қалай дейді, елдің ол уақытта ақшасы жоқ, қиналып жүрген уақыт. Соны айтқан уақытында елдер шағымданып Хазірет Омарға барады. Осман осындай деп жатыр дейді. Сонда Омар Османды шақыртады, келсін деп. Жанына келген уақытта бұл қалай деген кезде бірге 10 беретінге ғана мен түйемді беремін дейді. Саған бірге 10-ды Алладан басқа ешкім бермейді дейді. Онда мен Алла ризалығы үшін барлығын сойып тараттырамын онда дейді. Сояқта баршасын тараттырған екен халыққа. Мінекей жомарттық деген осы. Біз жалпылама айтатын болсақ, өзі Құран Кәримде такрим деген нәрсе бар, адамды құрметті қылу деген бар, тафдил деген нәрсе бар. Бұл да артықшылық деген сөз. Өзі құрметтілік деген адамның істеген іс-әрекет арқылы болады. Адам жақсылықтарды, игі істерді жасап, сол арқылы бір құрметтілік дәрежесіне жетеді. Ал екіншісі тафдил деген нәрсе бар, бұл Алла Тағаланың адамдардың өзін жаратылысынан үстем қылуы, оған ешкім жете алмауы. Мысалға, адам баласының періштеге жете алмауы деген секілді ғой. Періште деген таза жаратылыс ол, ешқандай да күнәмен, басқамен шатағы жоқ. Сол секілді. Ал енді сахабилерді Алла Тағала пайғамбарына көмектескендігі үшін сондай абзал адамдар қылып жаратқан, расында сондай тафдил дәрежесіне жеткізгендіктен біз енді қанша істесек те оларға жете алмаймыз. Бірақ солар бізге үлгі болатын ең өнегелі адамдарымыз осылар. Пайғамбарымыз және сахабилеріміз екен. Осылардың жолына қарап ісімізді соған қарай бейімдегеніміз әрине жөн болды.